Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мәжілісте елдің экс-президенті Нұрсұлтан Назарбаев жайлы бір ауыз сөз ғана айтты. Бұл сөзінің өзінде Назарбаевты сынға алды. Сонымен Тоқаев мырза былай дейді: бірінші президент елбасы тұсында өте табысты компаниялар мен халықаралық деңгейдегі бай адамдардың тобы пайда болды. Халыққа тиесілі, халыққа беретін, жүйелі түрде көмектесетін уақыт келді. Үкімет компанияларды анықтап, олармен Қазақстан халқына қорына аударатын салымдарын анықтауы тиіс, деді Тоқаев мырза. Сондай-ақ ол елдегі олигархтар тобы бәсекелестікті төмендетті деп мәлімдеді. Қазақстанның қазіргі президенті елдің бұрынғы президентін алғаш рет сынға алып отыр. Назарбаев ел басқарып тұрған тұста оның қыздары, маңындағы адамдар елдегі ең бай адамдарға айналды. Олардың есімдері офшор құжаттарында жиі айтылып жүр. Мәселен, Қазақстанның экс-президенті Назарбаевтың ортаншы қызы Динара Құлыбаева мен оның күйеуі Тимур Құлыбаев елдегі байлардың қатарында. Былтыр жүргізген зерттеулер нәтижесінде Назарбаев әулеті мүшелері мен оның күйеу балаларының 20 жыл ішінде ақш пен Еуропа елдерінде жылжымайтын мүлік алуға 785 миллион доллар ақша жұмсаған анықтаған. Назарбаевтың өзі 28 желтоқсаннан бері жұрт алдына шықпады. Елде болған наразылық пен тәртіпсіздікке қатысты ешқандай пікір білдірмеді. Қазақстан билігі жағдай ушыққан тұста интернетті ажыратып тастады. Ақпараттық вакуумда қалған тұста Назарбаев пен оның отбасы елден кетіп қалды деген сыбыстар тараған. 8 қаңтарда экс-президенттің баспасөз хатшысы Айдос Үкібай твиттер парақшасында бірнеше сөйлеммен Назарбаевтың Нұр-Сұлтан қаласында екендігін жазған болатын. Қалай ойлайсыз, осымен билікте толық транзит орын алды ма? Өз пікіріңізді комментарийге қалдырыңыз. Каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.